Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Кәмшат. Бүгін сіздермен керемет жеңіл тағам түрінің рецептісімен бөлісетін боламын. Жасалуына 15-20 минут уақытыңыз кетеді. Видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен майда кеспемізді осылай құрғақ қазанымызға жылтыр түс болғанша, сарғайғанша жақсылап қуырып аламыз. Арасында тез-тезден араластырып тұрмасаңыз, асты қатты күйіп кетуі мүмкін. Қажетті басқа да ингредиенттер тізімін әдеттегідей видеоның описаниясына қалдырдым. Шамамен 5-10 минутта осылай қызарып, кеспеміз дайын болып шықты. Енді бұл қызарған кеспелерімізді бөлек бір ыдысқа салып, бір шетке алып қоямыз. Сосын қазанымызға май құйып, жақсылап қыздырып аламыз да фаршымызды қуырамыз. Достар, менің каналымда басқа да жеңіл-желпі тәттілердің, осындай кешкі астардың рецепттері өте көп. Қазір жоғары жаққа ссылкасын қалдырамын, кіріп көрсеңіздер болады. Фаршымыз почти дайын болайын деді. Осылай үстіне жарты ас қасық тұзымызды салып, тағы да бір араластырып қоямыз. Фарш дайын болды. Енді үстіне туралған пиязымызды саламыз да қызарғанша қуырып, жарты ас қасық томатымызды салып араластырамыз. Енді үстіне бір стакандай суымызды құйып, 5 минут қайнатамыз. Сосын үстіне дайын болған кеспемізді саламыз да, тағы да суымызды мөлшерлеп құйып, бұқтыруға жібереміз.
Тамағымыздың суы тартылғанша қатты отта осылай қайнатып аламыз. Суы тартылғаннан кейін жақсылап бір араластырамыз да бетін жауып, астын жайлатамыз. Мінекей достар, біздің кеспелеріміз уже дайын болды, шашырап, әдемі болып пісті. Енді менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет, астарыңыз дәмді болсын.